Марсель қаласында жас теңізші Эдмон Дантес өмір сүретін. Ол кедей отбасынан шыққанымен адал, еңбекқор, әділ жігіт еді. Жақында ғана ол сауда кемесінде капитанның көмекшісі болып қызмет етіп, бәрінің құрметіне ие болды. Кеме иелері оны болашақ капитан ретінде көретін, ал теңізшілер оны жақсы көретін. Эдмонның тағы бір үлкен бақыты ол сұлу әрі мейірімді қыз Мерседеспен сүйіспеншілік қарым-қатынаста еді. Олар үйленуді жоспарлап жүрген, болашақ өмірі жарқын көрінетін. Бірақ дәл осы бақыт оның жауларының қызғанышын оятты. Эдмонның әріптесі Данглар оның тез көтеріліп келе жатқанына қызғанышпен қарады. Ол Дантестің орнына өзі жоғары қызметке жетуді қалады. Ал Фернан деген жігіт Мерседеске ғашық еді. Бірақ қыз Эдмонды таңдаған соң, оның жүрегі өшпенділікке толды. Тағы бір адам заңгер Вильфор, өз мансабы үшін бәрін құрбан етуге дайын болатын. Бір күні Эдмонға Наполеон жақтастарына хат жеткізу тапсырмасы беріледі. Бұл сол кезде өте қауіпті іс еді. Өйткені елде жаңа билік орнап, Наполеонды қолдағандар сатқын саналды. Эдмон бұл істің саяси мәнін түсінбеді. Ол тек тапсырманы орындап жүрген адал теңізші болатын. Данглар мен Фернан осы жағдайды пайдаланып, Эдмонды сатқын ретінде көрсету үшін жасырын арыз жазады. Олар оны Наполеонның құпия агенті деп айыптайды. Эдмон мен Мерседестің үйлену тойы басталар алдында, дәл мерекелік той үстінде оны кенеттен тұтқындайды. Жас жігіт ештеңеге түсінбейді. Ол өзін кінәсіз деп санайды. Бәрі тез шешіледі деп ойлайды. Оны жас прокурор Жерар де Вильфор тергейді. Басында Вильфор Эдмонды босатпақшы болады. Өйткені оның кінәсіз жоқ екенін түсінеді. Бірақ кейін хаттың ішінде Вильфор өзінің әкесінің аты да бар екенін байқайды. Егер бұл хат ашыққа шықса, оның мансабы құриды. Сол себепті Вильфор әділдікке қарсы шығып, Эдмонды сотсыз, ешкімге айтпай, өмір бойына түрмеге жабуға бұйрық береді. Осылайша Эдмон Дантес Францияға ең қорқынышты түрмелердің бірі Шато де Иф қамалына қамалады. Алғашқы жылдары ол әділдікке сенді. Бәрін түсініспеушілік мені босатады деп ойлады. Бірақ уақыт өте келе ешкім келмеді. Ешқандай сот болмады. Оның хаттары жеткізілмеді. Ол ұмытылған тұтқынға айналды. Жалғыздық пен үмітсіздік оның жанын жегідей жеді. Ол өзінің не үшін қамалғанын түсінбеді. Кейде өзін өлтіруді де ойлады. Бірақ өмірге деген құштарлық оны тоқтатты. Күндердің бірінде ол қабырғалардың ар жағынан әлсіз дыбыс естіді. Біреу туннель қазып жатқандай еді. Біраз уақыттан кейін қабырғаны бұзып, бір қарт Эдмонның камерасына шықты. Бұл адам аббат Фария еді. Ол білімді, данышпан, саясаткер және философ болатын. Оны да саяси себеппен түрмеге жапқан еді. Аббат Фария Эдмонға ұстаз болды. Оған математика, тарих, философия және көптеген тілдерді үйретті. Эдмон бұрын қарапайым теңізші болса, енді білімді, ойлы адамға айнала бастады. Ең бастысы аббат Фария оған шындықты ашты. Ол Эдмонды кімдер сатқанын логикалық түрде талдау жасап берді. Данглар, Фернан және Вильфор бәрі де оның құлдырауынан пайда көрген адамдар еді. Эдмон алғаш рет сатқандардың нақты есімдерін түсінді. Сол сәттен бастап оның жүрегінде бір ғана сезім пайда болды. Кек. Бірақ Фария оны сабырға шақырды. Ол адамға білім мен байлықтың күш беретінін айтты. Сосын ол Эдмон Дантеске бір үлкен құпияны ашты. Аббат Фария Монте-Кристо аралында жасырылған алып қазына туралы айтты. Бұл қазынаны ол жас кезінде карта арқылы білгенін, бірақ таба алмағанын. Ол карта мен белгілерді Эдмонға берді. Көп ұзамай Фария ауырып қайтыс болды. Эдмон жалғыз қалады, бірақ енді ол үмітсіз емес еді. Оның мақсаты бар еді: қашу, қазынаны табу және сатқындардан кек алу. Аббат Фарияның өлімі Эдмонға мүмкіндік берді.
Ол қартты қаптаған қаптың ішіне өзі кіріп алып, өлі дене сияқты оралып, теңізге лақтырылуын күтеді. Түнде оны қапқа орап, теңізге тастайды. Сол сәтте Эдмон қапты кесіп, су бетіне көтеріліп, еркіндікке шығады. Ол бірнеше жылға созылған қорқынышты түрмеден осылайша қашып шығады. Жас теңізші енді бұрынғы Эдмон Дантес емес еді. Ол тағдырдан сыналған, білімді, ақылды, сабырлы адамға айналды. Оның алдында жаңа өмір басталды. Ол Монте-Кристо аралына барып, Фария айтқаны қазынаны табады. Ол бұрын кедей теңізші болса, енді адам сенгісіз байлықтың иесіне айналады. Осы сәттен бастап Эдмон өзінің жаңа бейнесін қалыптастырады. Граф Монте-Кристо. Бірақ оның жүрегінде бір ғана мақсат бар еді: өзін сатқандарға әділдік орнату, тағдырдан тартып алған өмірін қайтару. Осылайша түрмеде әділетсіз жапа шеккен қарапайым теңізші енді бай, ақылды әрі құпиялы адамға айналды. Ал оның нағыз тарихы енді ғана басталып келе жатқан еді. Эдмон Дантес теңізден жүзіп шығып еркіндікке жеткен сәтте ол өзін қайта туғандай сезінді. 14 жыл бойы қараңғы камерада отырған адам үшін ашық аспан, толқынның иісі, еркін тыныс алу бәрі ғажайып еді. Ол жақын маңдағы балықшылардың кемесіне жетіп, өзін кедей теңізші ретінде таныстырды. Олар оған көмектесіп кемеге алды. Осылайша Эдмон тағы да теңізге оралды. Бірақ бұл жолы тұтқын емес, еркін адам ретінде. Бірнеше ай бойы ол теңізде жүріп, ешкімге өзінің кім екенін айтпады. Ол сабыр сақтап, аббат Фария қалдырған картаны мұқият зерттеді. Оның басты мақсаты Монте-Кристо аралына жетіп, жасырылған қазынаны табу еді. Ақыры ол Монте-Кристо аралына жетеді. Бұл иесіз қуаң тасты арал болатын. Бірақ Фарияның белгілері бойынша қазына жасырылған үңгірді табады. Күндер бойы қазып, ақыры темір сандықтарға тап болады. Сандықтарды ашқанда оның көз алдында адам сенгісіз байлық шықты. Алтын, күміс, асыл тастар, сирек монеталар, зергерлік бұйымдар. Эдмон кедей теңізшіден бір сәтте әлемдегі ең бай адамдардың біріне айналды. Бірақ ол бұл байлықты тек бай болу үшін емес, өз тағдырын қайта құру үшін пайдаланбақ болды. Ол байлығын жасырын түрде басқаруды үйренді. Әлемнің әр елінде банкирлермен, көпестермен байланыс орнатты. Ол жаңа тілдер үйреніп, өзін нағыз ақсүйектей ұстай бастады. Эдмон енді бұрынғы қарапайым жігіт емес еді. Ол жаңа тұлға қалыптастырды: граф Монте-Кристо. Бұл есім ешкімге таныс емес, жұмбақ, бай, ықпалды адам ретінде танылды. Ол Парижге оралуды жоспарлады. Бірақ ол бірден жауларына көрінгісі келмеді. Алдымен олардың өмірін зерттеп, қалай өзгергенін білгісі келді. Эдмон өзіне қастандық жасаған адамдардың өмірін зерттеді. Даңлар, бай банкирге айналған. Ол байлық пен билікке қол жеткізген. Қоғамда беделді адам болған. Ал 14 жыл өткеннен кейінгі Фернан әскери қызметте жоғары дәрежеге жетіп, граф де Морсер атанған. Ол атақ даңққа ие болып, тіпті Мерседеске де үйленген. Ал Вильфор жоғары лауазымды прокурор болып, заң мен саясатта үлкен ықпалға ие болған. Эдмон бұл жаңалықтарды естігенде жүрегі ауырды. Әсіресе Мерседестің Ферранға тұрмысқа шыққанын білгенде, оның ішіндегі соңғы үміт сынықтары да жойылды. Бірақ ол эмоцияға берілмеді. Ол сабыр сақтап, өзінің тек кек алу жоспарын құруға кірісті. Ол түрлі бейнелерде көріне бастады. Бірде шығыс ханзадасы ретінде, бірде бай меценат ретінде, бірде қарапайым саяхатшы ретінде. Осы арқылы ол адамдардың мінезін, әлсіз тұстарын зерттеді. Ол олардың қайсысы ашкөз, қайсысы қорқақ, қайсысы адал екенін байқады. Граф Монте-Кристо Париж қоғамына біртіндеп еніп, бәрін таң қалдырды.
Оның байлығы, білімділігі, жұмбақ тұлғасы көпшіліктің қызығушылығын тудырды. Ол кейбір кедейлерге көмектесіп, әділ адамдарды қолдады. Өйткені ол тек кек алуды емес, әділдік орнатуды да ойлады. Сонымен қатар ол жауларын психологиялық тұрғыдан зерттеп, оларды бір-біріне қарсы қоюға дайындала бастады. Эдмон өзінің өткен өмірін еске алып, бір кездері қандай аңғал, сенгіш болғанын түсінді. Түрме оны қатал, бірақ ақылды адамға айналдырды. Енді ол тағдырдың құрбаны емес, тағдырды өзі басқаратын адам болды. Осылайша бұрынғы теңізші Эдмон Дантес енді Еуропаның ең бай әрі жұмбақ адамдарының бірі граф Монте-Кристоға айналды. Ал оның ең үлкен ойы әлі алда еді. Өзін сатқандарды біртіндеп заңды түрде құлату. Кек басталуға дайын еді. Бірақ ол асықпайтын. Ол бәрін ақылмен, суық есеппен жүзеге асыруға бел буды. Граф Монте-Кристо атанған Эдмон Дантес енді бай, ықпалды, жұмбақ адамға айналды. Ол бұрынғы кедей теңізші емес. Оның артында шексіз байлық, білім, байланыс және суық есеп тұрды. Ол Парижге ресми түрде келіп, қоғамға өзін таныстыра бастады. Францияның астанасында оны бәрі қызыға қарсы алды. Байлығы, әдептілігі, жұмбақ мінезі оны бірден жоғары қоғамның назарын аудартты. Адамдар оны кім екенін білмесе де, оның ақшасы мен ықпалын құрметтеді. Ол сарайлар сатып алып, салтанатты кештер ұйымдастырды. Жоғары қоғаммен достаса бастады. Бірақ оның шынайы мақсаты басқа еді. Ол өзіне опасыздық жасаған адамдарды жақыннан бақылап, олардың әлсіз тұстарын анықтауды көздеді. Алдымен ол даңларды зерттеді. Даңлар енді бай банкир, ашкөз, есепшіл адам. Ол ақша үшін бәріне дайын еді. Граф оның қаржылық айлаларын, құпия мәмілелерін зерттеді. Сосын ол Ферранды бақылауға алды. Ферран де Морсер, әскери генерал, беделді граф. Бірақ оның өткенінде үлкен құпия бар еді. Ол бір елді сатып, сатқындық жасаған. Бұл оның ең үлкен әлсіз тұсы болатын. Ал Вильфор әділеттіліктің бетпердесін киген, бірақ өз пайдасы үшін бәріне дайын прокурор еді. Оның отбасылық трагедиялары, жасырын қылмыстары бар еді. Эдмон бәрін біліп, оларды біріне-бірі қарсы қоюдың жоспарын құра бастады. Граф Монте-Кристо тек бір адам болып көрінген жоқ. Ол түрлі бейнелерде пайда болды. Шығыс ханзадасы Синдбад ретінде, итальяндық меценат ретінде, қарапайым саяхатшы ретінде. Осы бейнелер арқылы ол қоғамның барлық қабатындағы адамдармен байланыс орнатты. Ол адамдардың мінезін, ашкөздігін, қорқынышын, арманын зерттеді. Кейбір адамдарға ол көмектесті, кейбірін сынады. Ол өзін тағдырдың судьясы сияқты сезіне бастады. Бір күні ол Мерседеспен қайта кездесті. Бірақ бұл жолы ол өзінің кім екенін айтпады. Мерседес те оны танымады. Мерседес енді графиня де Морсер еді. Ол бай, құрметті, бірақ бақытсыз әйел болатын. Оның көзінде әлі де мұң бар еді. Эдмон оны көргенде жүрегі сыздады. Ол әлі де оны жақсы көретінін түсінді. Бірақ уақыт бәрін өзгерткен еді. Мерседес граф Монте-Кристоның көзінен таныс бір нәрсені сезді. Бірақ нақты кім екенін түсінбеді. Бұл кездесу Эдмонның ішкі әлемінде үлкен дауыл тудырды. Граф өз жоспарын іске асыруға кірісті. Фернанның өткен өміріндегі сатқындығын дәлелдейтін ақпараттарды жинады. Вильфордың жасырын қылмыстарын әшкерелеуге дайындалды. Бірақ ол бәрін бірден жасамады. Ол жауларын бірден жойғысы келмеді. Ол оларды психологиялық тұрғыдан күйреткісі келді. Эдмон кейде өзінен сұрайтын, мен кек алып жатырмын ба, әлде әділет орнатып жатырмын ба? Түрме оны қатал адамға айналдырды. Бірақ оның жүрегінде әлі де мейірім бар еді. Сол себепті ол кейбір адал адамдарға көмектесіп, кедейлерді қорғады. Ол өзін Құдайдың жазалаушысы сияқты сезінді. Париж қоғамында граф Монте-Кристо туралы түрлі әңгімелер тарады. Біреулер оны сиқыршы деді, біреулер бай шығыс әмірі деді.
Біреулер оның өткенін қараңғы деп ойлады, бірақ бәрі бір нәрседе келісті. Ол өте қауіпті әрі ықпалды адам еді. Эдмон өзінің кек жоспарын алғашқы қадамдарын жасай бастады. Ол жауларын өз қателіктеріне итермелеп, олардың құлауына жағдай жасады. Ол асықпайтын. Ол үшін ең бастысы уақыт. Өйткені ұзақ азап көрген адам кекті де асықпай алады. Граф Монте-Кристо Парижге орнығып, жоғары қоғамның бір бөлігіне айналған соң, өзінің көптен бері күткен жоспарын іске асыруға кірісті. Эдмон Дантес өзін тағдырдың құрбаны емес, тағдырдың төрешісі ретінде сезіне бастады. Алғашқы нысана Данглар болды. Данглар енді Франциядағы ең ірі банкирлердің бірі еді. Ол ақшаға табынатын, адамдарды алдап, пайда табуды ғана ойлайтын адам болатын. Граф Монте-Кристо оның ашкөздігін пайдаланды. Ол жалған қаржылық операцияларды ұйымдастырып, Дангларды үлкен тәуекелге итермеледі. Данглар үлкен пайда табамын деп ойлап, қауіпті келісімдерге кірді. Бірақ бұл үлкен келісімдердің бәрі құлдырауға апаратын тұзақ болатын. Ақырында оның банкі күйреді, байлығы жоғалды, қоғамдағы беделі құлады. Данглар байлықтан айырылғанда оның кім екенінде ашылды. Ол қорқақ әрі әлсіз адам еді. Екінші нысана Фернан де Морсер, яғни Мерседестің күйеуі болатын. Фернан сырт көзге батыр генерал, құрметті граф еді. Бірақ оның өткенінде ауыр қылмыс бар еді. Ол бір елдің билеушісін сатып, сатқындық жасаған. Граф Монте-Кристо бұл құпияны әшкерелейтін дәлелдерді жинап, оны қоғам алдында жария етті. Ферранның беделі бір сәтте жойылды. Оны халық сатқын деп атады. Әскери атақтары мен құрметі жоғалды. Ферранның ұлы Альберт де Морсер әкесінің сатқын екенін білгенде шындықпен бетпе-бет келді. Бұл отбасының толық күйреуіне әкелді. Ферран ұят пен масқараға шыдай алмай өзін-өзі өлтірді. Үшінші және ең қауіпті жау Жерар де Вильфор еді. Вильфор заңның өкілі, бірақ өз пайдасы үшін бәрін құрбан еткен адам. Ол Эдмонды сотсыз түрмеге жапқан. Өзінің әкесін жасыру үшін әділдікті аяққа таптаған. Граф Монте-Кристо оның отбасындағы жасырын трагедияларды, жасырылған қылмыстарды біртіндеп әшкереледі. Вильфордың отбасында улану, жасырын баланың өлімі, психологиялық трагедиялар болды. Осы оқиғалардан кейін Вильфор ақылынан айырылып, мансабы күйреді. Ол сот жүйесінен қуылып, жалғыз қалды. Кек алу барысында Эдмон Мерседеспен тағы да сөйлеседі. Мерседес оның кім екенін түсініп қояды. Ол бұрынғы сүйіктісінің тірі екенін және оның граф Монте-Кристо екенін біледі. Ол Эдмонға: «Мен сені сатпадым, мен сені өлді деп ойладым. Өмір мені басқа жолға итермеледі», дейді. Эдмон оның шынайы сезімін түсінеді. Ол Мерседестен кек алмайды. Ол оны кінәламайды. Бұл сәт Эдмонның жүрегіндегі адамгершілік әлі өлмегенін көрсетеді. Кек аяқтала бастағанда Эдмон өзін жайсыз сезіне бастайды. Ол адамдардың өмірін күйретті, отбасыларды бұзды. Ол өзін Құдайдың жазалаушысы деп ойлаған, бірақ адам тағдырын шешу ауыр жауапкершілік екенін түсінді. Ол сұрақ қоя бастады: «Мен әділет орнаттым ба, әлде артық кеттім бе?» Данглар кедейлік пен қорқынышқа түсті. Фернан өзін-өзі өлтірді. Вильфор ақылынан айырылды. Олар Эдмонға жасаған қылмыстары үшін ауыр жаза алды. Бірақ бұл жаза Эдмонның жанын толық тыныштандырмады. Кек жоспары аяқталған соң Эдмон Дантес жалғыз қалды. Ол өмір бойы армандаған мақсатына жетті. Оны сатқандарды жазалады. Әділет орнағандай болды. Бірақ оның жүрегінде жеңіс сезімі емес, ауыр тыныштық орнады. Эдмон көп жыл бойы тек бір оймен өмір сүрді: кек алу. Ол үшін байлық, атақ, жаңа тұлға, бәрі осы мақсатқа қызмет етті. Енді сол мақсат орындалғанда ол өзінен сұрады: «Енді мен кіммін?» Кек адамдарға күш береді, бірақ ол кеткенде адамның ішкі әлемі босап қалады. Эдмон Мерседеспен соңғы рет сөйлеседі. Мерседес бәрін түсінген, бірақ Эдмоннан кешірім сұрамайды. Тек оның жүрегіндегі шындықты білгісі келеді.
эдмон оған өткенін, түрмедегі жылдарын, кек жоспарын айтып береді. мерседес оған: сен көп азап көрдің, бірақ жүрегіңде әлі мейірім бар, дейді. Ол эдмонды жек көрмейді, бірақ екеуінің жолы бөлек екенін түсінеді. Олар бір-бірін жақсы көргенмен, уақыт пен тағдыр оларды екі жаққа алып кеткен еді. эдмон кек алғаннан кейін адал адамдарға көмектесуді жалғастырады. Ол кедей отбасыларға, әділетсіздікке ұшыраған адамдарға көмектеседі. Ол өзінің байлығын тек кек үшін емес, жақсылық үшін де пайдалануға болатынын түсінеді. Бұл оның адамгершілігінің толық жоғалмағанын көрсетеді. эдмон өмірден үлкен сабақ алды. Адам тағдырын шешу Құдайдың ісі. Адамның міндеті күту, үміттену және кешіру. Ол кек арқылы әділет орнаттым деп ойлайды, бірақ кейбір жазалар тым ауыр болғанын түсінеді. Соңында эдмон бәрін артта қалдырады. Ол Франциядан кетіп, жаңа өмір бастауға шешім қабылдайды. Ол жас қыз Гайдемен бірге кетеді. Гайде адал, таза жүректі адам, эдмонға үміт сыйлаған жан. Ол өткен өмірінің елесін артта қалдырып, болашаққа қарай жүзіп кетеді. Александр Дюма бұл романда бір ғана оқиға айтпайды, ол үлкен философиялық ой жеткізеді. Кек адамдарды күшейтеді, бірақ адамгершілікті жоғалтуы мүмкін. Әділет заңмен емес, жүрекпен өлшенеді. Үміт пен сабыр адамның ең үлкен күші.